Енді жұмысқа орналасқыңыз келсе, немесе сұрақтарыңыз болса, жұмыспен қамту орталығына барудың еш қажеті жоқ. Себебі Таразда жылжымалы жұмыспен қамту орталықтары өз қызметін жалғастыруда. Тұрғындарды ақпараттандыру тіпті сауда орындарында жүзеге аспақ. Сіз көп балалы болсаңыз, сонда үміткер бола аласыз. Осы азаматтар үміткер бола алады. Шаһарда жылжымалы жұмыспен қамту орталығы наурыз айының басынан бастап жұмыс істеп келеді. Басты мақсат халыққа кеңес беріп жұмыссыздар санын азайту. Дәл осылай елдерге мынау адамдар көпшілік жүретін жерге шығып, шында да мысалға мынау құзырлы органдарда жұмыс істейтін адамдар, мысалға мемлекетте жұмыс істейтін адамдар осылай халықпен жұмыс істеп тұрса, ол әрине әркімге болса да ыңғайлы болады халыққа. Мына жігіттің енді маған жауап берген жауабында мен деген 5 деген баға қоямын. Тараз қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы мынау яғни біздің мекеме ұйымдастырып отқан жылжымалы жұмыспен қамтуымыз бұл ағымдағы жылдың наурыз айының басынан бастап өзінің жұмысын бастаған болатын. Қазіргі таңда қала тұрғындары 8 мыңға жуық қала тұрғындарын осындай ақпараттық түсіндіру жұмыстарымен қамтып 5 мыңнан астам буклеттер таратылған болатын. Жауаптылар көшпелі қызмет өз жұмысын одан әрі жалғастырады дейді.